Сәлем құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Менің есімім Асем. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге сәбіз егу жолын, яғни түсіндіре келсек, мен қалай егем, соны сіздермен бөлісейін деп тұрмын. Оның алдына бір кісіге көрсетпес бұрын, мына жерде қараңыздар. Былтыр еккен сливаларымның өзімнің, яғни сіздер көшет қылып жеп жатқан сливам, мен отырғыздым басқа жерге. Ар жақтарда көшеті бар, үлкен жаңағы көшеттері. Яғни бұны мен колоновида сияқты енді бір жылға өсіріп жатырмын. Мынаны алып тастаймын, көріп тұрсаңыздар. Астына тағы шығып кеткен, оны да алып тастап дөңгелетіп қоямын. Яғни осылай дәл сондай қасында да бар. Көрсетейін сіздерге, міне дәл сондай бар. Бұнда да мына артықтарын, өсіндерін алып тастайтын боламын. Яғни бұл не үшін қажет? Жалбырамай жаңағыдай үлкен көлемде емес, осылай бір жылға өсіп, жандарына осылай сливалар шығып тұратын қылып жасайын деп тұрмын. Оның арты жақтарында абрикос еккен болатын. Абрикос енді биыл кішкене ісіңкіреп кетіпті. Ана уып қалған несін алып тастап, бұнда бір жылға өсетін боламын. Енді сіздерге одан бұрын морковь деген деп тұрмын. Яғни жер қазылды, уже күн деген құрғап болғасын, тезірек биік самаса күн құрғап бара жатыр. Мына сливаның арасына бос қалмау үшін егіп тастайын деп жатырмын. Міне көріп тұрсаңыздар, тряпка арқылы осылай үш бұрыштап істеп шықтым. Яғни картоп еккен сияқты. Енді кезекте топырағымыздың осылай ортасын осылай тряпкамен ашып аламыз. Бірінші әрине менде мынандай морковтармен көшіп шығайын. Осындай морковым бар. Яғни сәбіз ертең. Бұл гранулдағы сәбіз. Бұны бір-бірлеп егу үшін өте керемет, арасын жақын қылып егуге болады. Бұл орташа піседі дейді. Так, 4-5 айларда егетелінген, міне 8-9 айларда жинап алынады делінген. Және де тағы біреу бар дәл осындай. Бұл енді гранулда емес, кәдімгі баяғы жегілетін, ұсақ шашылатын, яғни қолмен сейілетін тұқымдар. Аты рота рейзин дейді. Новыйдан шыққан сорттардың бірі. Каротині көп, өте тәтті қызанақтар, қызанақты кешіресі сәбіз болып саналады. Бұл анаған қарағанда бұл кішкене жайырақ піседі. Апрельдің және де апрельдің аяғы майдың басында, яғни мен как раз осындай уақытта егейін деп тұрмын. Арасы 22-24 см қалған дұрыс дейді. Мен бірақ ондай қылмаймын, жақын қылам, ондай жерім жоқ, сол себептен арасы әрі кетсе 5 см болса да жарайды. Тығыз болып шығып жатса, арасынан алып жеп керегімізді сонымен желет деп ойлаймын. Және де сәбізден бөлек жер қалып жатса, әрине секуан егемін деп тұрмын, яғни қызылша. Бұны егіп бөлген жоқпын, барыня дейді. Орташа піседі дейді. Ондай ірі болып шықпайды, маған ірі болып керек емес. Мен сәбізді де жаңағыдай қызылшаны өте ірі болып шыққанды ұнатпаймын. Әрі кетсе орташа көлемді болса, соларды жеуге де жақсы, сақтауға да жақсы деген сияқты. Ірі көлемдерді мен ұнатпаймын. Ірілер өте дәмсіз болады, сәбізді де қызылшасы да. Сол себептен енді бастап кірісейік. Әрине ең бірінші қолымда мынандай тряпка бар. Сол тряпкамен ортасын осылай ашып шығамын. Былтырлармен тіке еккен болатынмын. Биыл міне осылай рядкіде егейін деп тұрмын. Неге? Яғни суаруға өте ыңғайлы. Маған осылай көбісі андай теп-тегіс жерде егеді, олай да егуге болады. Бірақ та маған осылай рядкілеп еккеннен қанша дегенмен керемет болып шығады деп ойлаймын. Сол себептен биыл менде осылай егіп жатырмын. Енді барлығы осылай суырып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл ер адамның қолынан үйретіліс емес, яғни біздерге ешқандай күш түспейді. Осылай барлығын ашып шығамыз. Ашып шыққаннан кейін көріп тұрсаңыздар, әрде тегістеп кішкене тереңдеу қыламыз, себебі солтаға жапқанда бірде болып кетеді, суаруға ыңғайсыз болады. Міне болды. Так, ендігі кезекте ойына жер ашылып кетті. Так, ашып қойды. Міне ендігі тұқымдарымызды жайлап сеуіп шығамыз. Ендігі осы жерге су құйып шығамыз. Міне су құйып шықтым. Ендігі мен кезекте гранулдан басайын деп тұрмын. Шынымды айтсам, гранулдағын бірінші жегіземін. Өте қымбатақ жаңағы гранулдағыда. Бұның ішіне шығамын, шықпаймын, тіпті белгісіз. Сол себептен сіздермен бірге ашып қарайтын боламын. Міне аштым, ашу өте қиындау екен. Қазір фокус болмай тұр, қазір көрсетейін. Енді осыны мен мына жерге әрбіреуін бір-бірлеп отырғызып қарайын қазір. Ұстауға ыңғайсыз екен. Яғни міне осы бір-бірлеп, екі-екіден орын бар екен, екі-екіден отырғызсам да болады екен. Міне осы барлығын салып шығамын. Гранулдың бір жақ жері міне қолға өте ыңғайлы екен ұстағанда. Яғни каждый осы гранулдың ішінде бір-бір тұқымнан болады екен. Шашып алмасам болды. Міне осылай. Осы барлығын екі-екіден отырғызып. Міне қараңыздар, бәрін егіп шықтым. Кейбір жеріне бір-бірден, ал кейбір жеріне яғни әр жаққа шейін кете береді. Бірінен өзі қаншама жерге жетті. Сол себептен екінші тұқымды екпейміз шығар деп ойлап тұрмын. Бірінен енді көремін. Мына жерде оның қалатын несі мына жерге егіп барым. Ендігі қараңыздар, жайлап қана бетін жама қоямыз айтық. Ешқандай қиындығы жоқ. Яғни суарғанда да артық су шықпайтындай қылып
осылай жабамын. Ол екімен қию бесполезно, яғни шамалы банкімен қиған жақсы, яғни сіңдіріп мол-молынан. Сонда биыл менде помидорлар өте аз, помидор деген сияқтылар. Көп нәрсем биылдың жылы деген қалай айтсам болады, биылғы жыл маған қиындау болып тұр, себебі көп нәрсе дұрыс ойлардан шықпай жатыр. Неліктен екенін білмеймін. Кейде бір жылдар солай болады, яғни бір жылдары күшті шықса, бір жылдары кәдімгідей бәрі қабаттасып кетеді. Мен осы жыл енді жұмысыма да байланысты қолым тимеді, сол себептен көңіл бөле алмадым деп тұрмын. Енді қазіргі кезде кішкене қолым босап, осылай тырысып жатырмын. Алдында салқын болды, сол себеп солар да бар. Осылай барлығын жауып шығатын боламыз. Солай канал жазып ұмытпаңыздар. Айтпақшы, конкурс бұйыртса апрельдің воскресенье күні, яғни апрельдің 30-ына бітеді ме, нешесіне бітеді, сол күні ойнататын боламын. Соған дейін комментарий жазып, тіркелгендеріңіз үлгеріп қалыңыздар. Бұйыртса ойнатып ютубқа салатын боламын. Сау болыңыздар.